Қазір біз 3-1 складкалы пердесін тігетін боламыз. Ол үшін перделеріңізді жерге жайып қойып, екі шетін түзулеп қиып алыңыздар. Мен мына жерде 6 метр тюль алдым. Осыны 2 метрге жинайтын боламыз. Қазір жандарын тігеміз. Жандарын 2 сантиметр ішке, тағы да 2 сантиметр қайтарамыз. Общий 4 сантиметр жандарын қайтарып, түзу 1-2 миллиметрмен тігіп аламыз. Закрепка беріп отырып бастайсыздар. Бірінші бастағанда алға артқа закрепка бересіздер. Метрмен өлшеп отырасыздар. 2 сантиметр болу керек. Осылай 2 сантиметр өлшеп отырып тігесіздер. Обязательно мойындарыңызда метр болғандары дұрыс. Өйткені біз тек метрмен жұмыс жасаймыз. Шеті 1-2 миллиметрмен тігесіздер. Көп шығып кетпейсіздер сыртқа. Осылай түзулеп отырып тіге бересіздер. Енді біз келесі жағын тігеміз. Енді төбесін өздеріңізге керекті биіктікте алып аласыздар да, түзу бір строчка тігіп шығасыздар. Немесе осылай қойып, үтіктеп аласыздар. Мен 4 сантиметр қайтарып, 1 сантиметр түзу тігіспен тігіп шықтым. Бұл перденің биіктігі. Сіздерге өзіңізге керекті биікті аласыздар. Өйткені бұл түзу тігісті тігіп шығу бізге ең оңай әдіс болып есептеледі. Қазір біз складка жинағанда матамыз жиырылып, басқа жаққа кетіп қалмайды. Ерінбей осылай 1 сантиметр строчка жүріп алыңыздар. Немесе үтіктеп алыңыздар. Негізі ең қолайлысы 1 сантиметр жүріп алу. Енді біз биіктігін тігіп болғаннан кейін шетінен 20 сантиметр өлшеп аламыз. Оны қайтарып, ішке қайтарып, шетін ішке қайтарып, иінемен түйреп аламыз. Иіне қастарыңызда болсын. Осылай түйреп қоямыз. Енді 10 сантиметр өлшеймізде, оны қалдырып, 20 сантиметр өлшеп, осы жерден түйреп қоямыз. Бізге тіккенде оңай болады. Тағы да 10 сантиметр қалдырамыз. 20 сантиметр өлшеп, иіне қадап қоямыз. Осылай барлығын тюль біткенше 10 сантиметр қалдырып, 20 сантиметрден жинап шығамыз. Метрмен өлшейміз. Біздің тюліміз 6 метр тюль 2 метрге жиналу керек. Менде тюль 2-20-ға жиналды. Енді 2-20 лентамызды өлшеп аламыз. Кішкене артықтап алғандарыңыз дұрыс. Мен 2-30 алдым. 5 сантиметрлік лента. Осының төбесін қайтарып, 1-2 сантиметр қайтарып, лентаны ең шеткі жағын астына қоямыз. Жаңағы біз 1 сантиметр жүрген жерден мына жерден 1 сантиметр жүрдік қой. Осы жерден лентаның жоғары жағынан
лента мен тюльді қосып тігіп шығатын боламыз. Складка жасаймыз енді. Түйреп алған жерімізді дәл ортасын тауып, екі жаққа қарай ашамыз. Осылай екі жаққа қарай ашып, лентаның үстінен тігіп шығамыз. Ашқан кезде 3 қатар болады, сол 3 қатар бірдей болып түсу керек. Міне осылай 3 қатар. Тағы да екіншісін туралап аламыз да, тура ортасын тауып аламыз. Тура осы ортадан ашып, екі жаққа қарай ашып, бірінші складка мен келесі складканың арасы ашылып қалмау керек. Екеуі бірдей жатуы керек. Осылай лентаның бойымен тік кете береміз. Жақсылап көріп, мән беріп алыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді қайта көріп шықсаңыздар болады. Складканы басында үтіктеп алсаңыздар да болады. Негізі оңайы осы. Бізде складка 10 сантиметрден шығып тұр. Осылай соңына дейін тігіп аласыздар. Үтіктеп алсаңыздар да болады. Енді сіздерге уақыт жоғалтпау үшін осылай 1 сантиметрден тігіп, складканы кейін тігіп болғаннан кейін үтіктесеңіздер де болады. Мән беріңіздер, астындағы лента түзу жату керек. Шетке немесе ортаға шығып кетпеу керек. Лентаның шеті мен перденің жаңағы 1 сантиметр тіккен жерімізбен қосып отырып, артық еш жерге шығармай тігіп аламыз. Бұл әдісті көбіне кейбір жерлерде көбелек әдісі деп те атайды. Үшке бір әдісі деп айтқан дұрысырақ. Негізі, мысалы 6 метр тюль болса, оны 2-ге жинайсыз. 9 метр тюль болса, оны 3-ге жинайсыз. 3-ге бөлу ғой. Міне біз бірінші қатарын аяқтап қалдық. Лентамызды қиып, 2-3 сантиметр ішке қайтар жібереміз лентаны. Осылай қайтарып аяқтаймыз бірінші қатарымызды. Қазір екінші қатарын тігетін боламыз. Артық жіптерін түбінен қиып отырасыздар. Екінші қатарын лентаның ең астыңғы
жағынан тігіп бастайсыздар. Складкілерді түзу жатқызып отырып тігулеріңіз керек. Складка қисайып кетпеу керек. Астын, үстін барлығын түзулеп отырасыздар. Орталар ашылып қалмау керек. Түзулеп отырсаңыздар әдемі шығады. Бұл қолмен жасалады, көп жұмысы, бірақ ілгенде әдемі көрінетін тюльдердің бірі. Осылай соңына дейін тігіп аламыз. Соңында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Артық жіптерін қиып тастаймыз. Енді крючогымызды әр 10 сантиметрден іліп, пердемізді іліп аламыз. Міне бізде осылай 3/1 складкасы дайын болды. Ілгенде осылай көрінеді.